Міне кім осы Алланың ұлы даңқының көлеңкесінде өмір сүргісі келсе, кім осы Алла Тағаланың разылығын іздеуді қаласа, кім осы жақсылықтардан, Алла Тағаланың сарқылмайтын жақсылықтарынан маған болсын десе, сол Алла Тағаланың берекесінен шіркін маған көп болсын десе, онда жаңа мен жараттым, бұйырам деді ғой, онда бірінші бұйрығымды қабыл алыңдар дейді. Егер де сол бұйрығымды қабыл алсаңдар, күллі амалдарың соның негізінде өте дұрыс болады өмірде дейді Алла Тағала. Қараңыздар. Және сол жаңағы сарқылмайтын жақсылықтар сендерге болады. Сарқылмайтын жаңағы береке сендерге болады. Міне, сондай-ақ Раббыларың разы болады сендерден деген. Осы бірінші бұйрық қандай деп сұрасақ, Алла Тағала айтады: "Удғу раббакум", Раббыларыңа сыйыныңдар. Осыдан бастаңдар дейді өмірлеріңді.